Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, бүгінгі міне көктемнің жайқалған күнінде саяжайда гүлдеп тұрған ағашты көріп тұрсыздар. Осы ағашты да бір кезде біреу жұрттың көңіліне қуаныш сыйласын, ауа тазарсын, және де адамның өмірі де осы гүлдердей, өсімдіктердей өсіп өнсін деген ниетпен орналастырған болар. Дәнін сепкен болар. Бүгін мінекей ол көктемде көзді қуантып гүлдеп тұр. Біздің биыл мамыр айында 11-ші класты бітіретін оқушыларымыз бар, 4-ші курсты бітіретін түлектеріміз бар, және магистратураны аяқтайтын магистранттарымыз бар. Мен сол әрбір бітіруші түлекті осы жаңа бір жемісін алатын сәттің туғанымен құттықтаймын. Өздерінің жиған терген білімдерінен өнім алатын күз кезіне дейінгі жинаған терген білімдері кәдесіне жарасын деп тілеймін. Оқуға түсуге талаптанған жастар үшін немесе 4-ші курсты бітірген түлектер өздерінің ұлттық біліктілік тестінен кәсіби біліктіліктерін бекіту үшін тағы да емтиханнан өтуге тура келеді. Осы емтиханнан өту кезінде сіздерге көмек беретін материалдар тіл ғылымы каналында жинақталған. Тіл ғылымы каналында сіздің қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ филологиясы білім бағдарламасы бойынша бітіретін түлектер үшін ұлттық біліктілік тестін тапсыруға көмек бере алатын ақпараттар бар. Сондықтан тіл ғылымы каналына тіркеліп, ондағы материалдарды пайдаланып, өздеріңіздің жиған терген білімдеріңіздің нәтижесін оң көрсетуге тілектеспіз. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, пайдаланыңыздар, ақпараттарды кәделеріңізге жаратыңыздар және каналға кері байланыс жасаңыздар. Сіздер үшін сәттілік тілеймін және елімізде тыныштық, бейбіт заман болсын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.